Телефон алаяқтығы. Бөтен адам телефон қоңырауы соғып тұр. Ол банк, полиция қызметкерлері немесе инвестициялық қорыдан дейді. Айтатын сөзі: тез арада ақша аударыңыз. Және бұл қоңырау туралы ешкімге айтпаңыз. Сізді өте қорқытты, жүрегіңізді ауыртты. Нені білу керек? Құқық қорғаушының кеңесі. Бірінші, видео бейне қоңырау арқылы сөйлеспеңіз. Алаяқтар сіздің сеніміңізге кіру үшін оны істейді. Екінші, біліңіз, банк, полиция қызметкерлері телефон арқылы бірдеңе істеуіңізді сұрамайды. Олар кеңсеге шақырады. Үшінші, жеке аппаратты, куәлікті, банк карталарын, парольдерді ешкімге беруші, айтушы болмаңыз. Төртінші, WhatsApp-пен ешқандай құжаттардың суреттерін жібермеңіз. Бесінші, егер несие алуды, ақша аударуды, жақсы пайда табуға мәміле ұсынса, келіспеңіз. Алаяқтың телефон нөмірін бұғаттап тастаңыз. Осы жағдай туралы туыстарыңызға, полицияға хабарласыңыз. Қырағы болыңыз. Және бөтен адамдарға сенбеңіз. Өз-өзіңізді күтіп, аман сау болыңыз.